Саналы түрде разылықпен әке ма телефон мен болдым, ана ма телефон мен болдым қарап деп әкеп беру үшін балаңыз телефонды көп қарап, орысша сөйлеп бастаса, орысша ойлай бастаса, я. Одан кейін телефонды көп қарап көзіне, омыртқасына зиян келіп жататын болса, жаңағыдай телефон берілмеген уақытта ашуланып бастайтын болса, осы мәселелердің барлығын жаңағы түрткі болған, себеп болған телефон деген құрылғыдан баланы қалай саналы түрде бастатқызамыз? Осы сұраққа жауап беретін боламыз. Мына төмендегі суретке қарайтын болсақ, телефон өз бетімен жатыр. Бала ұстап отқан жоқ. Бала сурет салып отыр. Пластилинмен ойнап отыр. Не себепті? Себебі әкесі кітап оқып отыр да. Яғни біз адамды бүйтіп екі көз, екі аяқ, екі қолмен, жаңа бір баспен қалыпты жағдайда бүйтіп қабылдап үйренгенбіз ғой. Одан өзгеше болса бізге бір түрлі болады да. Сол секілді бала ата-анасының телефонын көп ұстаған көретін болса, телефонды соншалықты қалыпты жағдай деп ойлап, ол өзіне жаңағыдай бейсаналы түрде ол телефонды ұстағысы келеді екен да. Я, үйден сырт кезде ұстауымыз мүмкін. Жұмыста жүрген кезде, кәсіпте жүрген кезде, тағысын тағы, я. Бірақ үйге келген кезде барынша телефонды ұстамасақ деген. Біз өзімізді ақтап алуымыз мүмкін. Мен жұмыс істеп жатыр, маған достарым хабарласып жатыр, менің бастығым хабарласып қалады, тағысын тағы себептер айтып, өзімізді ақтап аламыз ғой. Ол себептер біз үшін былай айтқанда маңызды болып тұр ғой. Балаға ойын ойнау, видео қарау соншалықты ол үшін маңызды. Біздің деңгейімізде 100% маңызды болса, баланың деңгейінде ойында, видеода 100% маңызды. Демек, баламыз саналы түрде разылықпен әке ма телефон мен болдым, ана ма телефон мен болдым қарап деп әкеп беру үшін ең алдымен өзіміз телефоннан бас тартуымыз керек екен да.